Айдарлаша геологиялық қимасы бұл бізде таскөмір және пермдік дәуірлердің аралық қимасында орналасқан аммонайттер, фузулиниттердің, канадонттардың фауналары мол жиі болып табылады. Жалпы жаңағы аммонайттер, немесе канадонттар, бас аяқты моллюскалар дейміз. Бұлардың барлығы осы айдарлаша геологиялық қимасында жаңағы мекендеген жан жануарлар дүниесі. Енді ол жерлерде мына деректерге сүйенсек, акуланың тістері де табылған деп айтылады. Бас аяқты моллюскалар деп отқанымыз, олар жыртқыш, жаңағы сол кезде теңізде мекендеген жан жануарлардың дүниесі. Енді бұл жерде міне бас аяқты моллюскалар деп отқанымыз, мінекей мынау сол мына сіңір тасқа айналып кеткен ғой. Мынау кәдімгі мінекей бас аяқты моллюскалардың. Көрдіңіз бе? Енді ол жерде тағы да осындай мына тасқа айналып кеткен кесіртке омыртқалары, ұлу тастар және акуланың тістері де осы жерлерде көптеп табылған. Және бұл жерде өте бір жаңағы ерекшелігі деп айтып кетуімізге болады. Бұл 350 миллион жыл бұрын мекендеген жан жануарлармен немесе фауна-флораның дүниесі осы жерде жақсы сақталған. Осы зерттеулердің нәтижесінде мына кітаптан оқуларыңызға болады. Бұл кітап деп отқанымыз Қазақстанның қасиетті Қазақстан деп аталады. Бұл жерде Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау облыстары. Яғни бұл жерде жалпы республикалық тізімге енгізілген тарихи табиғи ескерткіштердің жаңағы суреттерімен толық мәліметтері жақсы берілген. Бұның ішінде біздің ауданымыз бойынша, Хромтау ауданы бойынша Айдарлаша геологиялық қимасы және Ойсылқара жаңағы діни мемориалдық кешені еніп отыр. Соның ішінде осы Айдарлаша геологиялық қимасы Ақжар елді мекенінен 10 километр қашықтықта орналасқан. Мінекей мына кітапта жақсы жазып кеткен. Ақтөбеге бара жатқан кезде Ақжар елді мекені бар. Сол Ақжар елді мекенінен 10 километр қашықтықта орналасқан. Енді мына жаңа айтып отқан аммонайттер, канадонттар дегеніміз осы сол жаңағы 350 миллион жыл бұрын мекендеген жан жануарлардың дүниесі. Жалпы Айдарлаша геологиялық қимасына 1950 жылдардан бастап зерттеу жұмыстары жүргізілген. Яғни ғалымдар осы жерге келіп, Пермь дәуірінің 150 жылдығына орай көптеген елдерден геологтар келіп зерттеу жұмыстарын жүргізген кезінде осы Айдарлаша геологиялық қимасына 96 жылы мынандай жаңағы ескерткіш дәрежесі берілгендігін дәлелдейтін осы жерге белгі орналастырып кеткен. Енді қазіргі таңда да сол жерге барып өздеріңіз көрулеріңізге болады. Басында енді QR-код қондырылған. Енді тағы не айтуға болады? Бұл жалпы Айдарлаша геологиялық қимасын әлі де зерттеуді қажет етеді. Өйткені ол жерде айтып отырық қой, сол 350 миллион жыл бұрын мекендеген жануарлар мен өсімдіктердің қалдықтары сол жерде сақталған. Бұл әлемде теңдессіз жер жоқ деп жаңағы танылған жерлердің бірі. Бұл дән сәйгүр тоқтатыр.